Рамазан айы мүбәрәк болсын. Осы ауыз аша салып, темекі насыбай ататын ағаларымыз бар да. Сондай адамдар оразасы қабыл емес деп жатады. Сол рас па? Түнде істелген күнә күндізгі оразаны қабыл етпейді деген секілді онда бір нақты бір ереже жоқ. Бірақ ғұламаларымыз сауабын кемітуі мүмкін, кеміту қаупі бар дегенді айтады. Жалпы бұндай жаман іс-әрекеттерден адам арылуы керек. Оразада болсын, оразадан басқа уақытта болсын. Ғұламаларымыз бұл нәрселерге дінімізде тыйым салынғанын айтады. Енді бастапқы уақытта оның зияны әлі анықталмаған кезде кейбір ғұламаларда мәкрух деген секілді көзқарас болды. Бірақ қазіргі заманның ғұламаларын қарайтын болсақ, темекі індетінің қаншалықты сондай бір үлкен дерт екендігі медициналық тұрғыдан дәлелденгеннен кейін насыбайдың зияны одан артпаса кеммейді. Ғұламаларымыз шариғатта бұл нәрселерге тыйым салынған дейді. Сол үшін де адам бұл нәрселерден тыйылуы керек. Енді жалпы енді Алла тағала оразасын қабыл етсе, енді күні бойы ораза тұтып, кешке Аллахумма лака сумна ва бика аманна ва алейка таваккална ва аля ризқика афтарна, ай Алла, сен үшін ораза тұттық, саған тәуекел еттік, және сенің рызқыңмен аузымызды ашамыз деп мұсылмандар Алланың халал еткен нәрсесімен аузын ашып жатқан кезде бір адамдардың Алла, сенің рызқыңмен аузыңды аштық деп темекі шегіп жатса, насыбай атып жатса, бұл әлбетте бір жақсы көрініс емес. Одан кейін керісінше осы айды сол темекіден, насыбайдан арылуға бір себеп ретінде пайдаланып, оразада сол жаман әдеттен, жаман қылықтан арылуға тырысу керек.